ұлттардың тұтастығы дейтін нәрсені қарап отырсам, ол бізде кеше кеңестік жүйеде халықтар достығы дейтін ұғым болды ғой. Біз совет халқымыз дедік. Сол совет халқының ішінде көсемі болды. Көсемі ұлы халық орыстар. Қалған майда халықтар, жаңа халықтар, ұлттар, әлі республикадағы 100-ден астам ұлт пен ұлыстар бірікті ғой мемлекетке мысалы. Солардың бәрін жаңа біріктіру үшін халықтар достығы, совет халқы дейтін жаңағындай терминдер пайдаланылды мысалы. Бірақ солар қарап отырсаң белгілі бір жүйенің кезінде жұмыс істеген сияқты, тұтастық болған сияқты, кеше кеңестер одағын алып мемлекет қылып ұстап тұрған сияқты, жаңағы ұлттардың бірлігі, жақындығы, ынтымағы деген сияқты. Шынымен де солардың арада уақыт өткен кезде әлгі Горбачевтың жариялылығы мен демократиясы келген кезде әр ұлт өзінің басындағы қайғы мен мұңын айтатын жағдайға жетті. Бұрын қыспақ көрген ұлттар, жаңағы Шешен халқы, болмаса Кавказдағы, болмаса Балтық жағалауындағы елдер еркін ойлы, бірден батыл, жаңағы ынтымағы жарасқан аз ғана ұлт болса да, мысалы латыштар, литвалықтар, мысалы эстондықтар өздерінің ұлттық мүддесін қозғап шыға келді. Арты не болды? Біздің жаңағы халықтар достығы, біз совет халқымыз деген ұғым быт-шыт болды. Біздің әрине бұл енді жалпы мемлекет болғасын, сол мемлекет мекемедегі халықтардың, ұлттардың қайсы болса да бірлікте, ынтымақта болған дұрыс қой, мемлекет ұстау керек. Ал мысалы осы ретте қазақ жерінде ең әуелгі басымдық танытатын ұлт қазақ халқы. Қазақ халқы болғандықтан да бәрін біріктіретін ұлт. Жаңа кеше кеңестік жүйедегі орыстардың өздерін олғайлайтын сияқты біз олай емеспіз. Дегенмен бізге түсіністік керек. Бұл ретте әрине мына зиялы қауым өкілдерінің еңбегі зор. Мысалы қазақ зиялылары болсын, басқа орыс зиялылары болсын, мынау ұйғыр ағайындардың арасындағы оқыған жаңа көз ашық ағайындар болсын. Бұлардың бәрі әрбірден кейін қысқасы ынтымақта осы бірлікте өмір сүру, ұрпақ өрбітіп, тірлік кешу үшін тыныштықтан басқа ештеңе жоқ. Мынау ассамблея қарап отырсаң, бұл анау соқыршек дейтін болады ғой. Сол соқыршек сияқты нәрсе ғой. Ешқандай мысалы ол анау біздің конституциялық басқа да әлгі мысалы бізде парламенттің рөлі бар енді. Ол парламентті мысалы қаншама бізде қанша ұлт болса, соншама ұлттың өкілдері сол парламенттің депутаты болып отыр деген сөз. Ол сол парламентке мүше болғаннан кейін олардың бәрі жаңағы ұлттың мүддесін, халықтың мүддесін қозғайды. Осы ретте ойлаймыз, осы ассамблея қажет пе, қажет емес пе? Өйткені заң қабылданады, жүзеге асырылатын тетіктері бар, үкімет жұмыс істеп отыр. Енді бұл да бір кезеңде өзінің міндетін атқарған шығар ассамблеямыз. Енді ол жерде де сан ұлттың өкілдері бар. Бір реттен бұның бәрінің арғы жағында осы ұлттардың көңілін аулайық, олардың басын бір тұтас етейік, олардың өкілдері отыр ғой, ол ұлттың сөзін сөйлейді ғой деген сияқты түсінік қалып болады ғой. Бірақ дәл бүгінгі күнде мысалы біздің қазақ халқының бойында бір керемет қасиет бар, ол кеңдік. Сосын қазақ халқының қасиетінің бойында тағы бір қажет нәрсе, ол тез ұмытады, кек сақтамайды. Сосын біз иманды ұлтпыз. Сондықтан да ойлаймын, біз дәл Қазақстан үшін қазақ халқының рөлін арттырғаннан, қазақ халқына жағдай жасағаннан артық бүгінгі қоғамда жақсылық жоқ. Өйткені осы қоғамда, осы Қазақстанды бірден бір қорғайтын, Қазақстанның ертеңі, менің ертеңім, менің болашағым, менің елім дейтін бірден бір ұлт болса, ол тек қана қазақ халқы. Сондықтан ойлаймын, бүгінгі басқа ұлттың интеллигенциялар, зиялыларда біздің қазақ халқының бүгінгі басындағы ауыртпалықты, мұңды, қайғы шерді сезініп, осылар тәуелсіз ретінде туларын желбірете берсе екен, нықтаса екен, шекара шептерін бекітіп алса екен, басқалар тимесе екен деген сияқты қазақпен ойлас, мұңдас болса екен деген ниет менің жүрегімді қашанда тербейді.